Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео перзентханаға дайындық, яғни сумка в роддом жайлы болмақ. Бұл менің 4-ші жүктілігім. Видео сіздерге пайдасы тиіп қалар деген үміттемін. Жалпы көптеген қыз-келіншектер бұл заттардың барлығын 2 пакетке немесе 2 сумкаға жинайды. Родзалға босанған кезде және босанғаннан кейін послеродовая палатаға. Ал мен барлығын осындай прозрачная сумкаға жинадым. Бұндай сумка қазір көптеген дүкендерде бар, таба аласыздар. Өте ыңғайлы, сіздерге де кеңес беремін. Барлық заттарыңыз ішінде осылай жиналып көрініп тұрады. Ал енді жеке-жеке тоқталып өтсек, ең алдымен перзентханаға кірген кезде қабылдау бөлімшесінде сізден алмасу картасы, яғни обменная карта, сонымен қатар сіздің жеке куәлігіңізді сұрайды. Жаңағы алмасу картасында сіздердің барлық УЗИ қағаздарыңыз, сонымен қатар анализдердің барлығы болу керек. Содан кейін сіздер киімдеріңізді ауыстырып аласыздар. Яғни міне осындай резиновый тапочка, осындай резиновый алуға кеңес беремін, себебі су тиген жағдайда, былғанған жағдайда сүртіп ала бересіздер. Содан кейін осындай іш көйлек, сорочка, ХБ матадан жұмсақ, өзіңізге ыңғайлы болу керек. Сыртынан халат алсаңыздар болады, мезгілге сай. Осыларды киіп алғаннан кейін осындай 2 үлкен пакет алуға кеңес беремін. Өзіңіздің киіп келген киімдеріңізді осы пакетке салып, бірге еріп келген адаммен күйеуіңіз болсын, беріп жібересіз. Ал енді қазір елімізде болып жатқан жағдайға байланысты осындай 1 реттік маска алуға кеңес беремін. Содан соң бізге осындай унитазға покрытие, жапқыш, гигиенаңызға өзіңізге өте ыңғайлы зат, әжетхана қағазы, содан кейін осындай қағаз сүлгілер, біреуін родзалға, екіншісін послеродовая палатада қолданасыздар. Үлкендерге арналған подгузник және де 1 реттік төсеніштер, су кеткен жағдайда киіп аласыздар. Ал ендігі кезекте бізде газсыз су, мен 1 литрін алдым, 1 литрі жеткілікті деп ойлаймын бірінші уақытқа. Осындай кішкентай бутылкада алған ыңғайлы, және де тіске басар печенье болсын, шоколад болсын алып алыңыздар. Толғақ кезде күш жинау үшін керек болады. Содан соң балаңызды аман есен босанып алғаннан кейін сол родзалда алғаш кигізетін киімінде 1 пакетке салып сумкаңыздың бетіне қоюға кеңес беремін. Дәрігерлерге де табуға өте ыңғайлы болады. Ол жерде бізге қажет заттар 1 қолғап, 1 носки, 1 бас киім, сондай-ақ 1 шалбар мен кофтасы, немесе 1 слип алсаңыздар болады, 1 подгузник және де 2 пеленка аласыздар. Осымен бізді родзалға қажет заттардың барлығын көрсетіп шықтым. Жалпы осы заттардың барлығын сумкаңыздың ең жоғары жағына, ең бетіне қойсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Жалпы родзалда шамамен 2 сағаттай жатасыздар сәбиіңізбен. 2 сағаттан кейін сіздерді послеродовая палатаға ауыстырады. Енді сол послеродовая палатада керек заттардың тізімін айтып өтейін. Ең алдымен осылай таза киіміңізді ауыстырып аласыздар. Мен 1 іш көйлек, сыртынан халат және де шалбарымен осындай пижама алдым жылы. Содан кейін бізге қажет зат, ол урологические прокладки, Сени деген түрін алдым. Сондай-ақ Депент деген 1 реттік іш киімдер де бар, ол да өте ыңғайлы. Өз қалауларынша аласыздар. Енді балаға жүргек, подгузники дейміз. Осы фирманың подгузники маған өте қатты ұнайды. 22 данасы бізге 2-3 күнге жетеді. Сондай-ақ осындай влажный салфетки, осындай 1 реттік пеленкалар, бөпенің астына да, өзіңіздің астыңызға да төсесеңіздер болады. Дәрігерлер обход жасаған кезде өте ыңғайлы. Дәл осы фирманың ұнады маған, өте жұмсақ болып келеді. Ал енді баланың ауыстыратын киімдері. Бұл жерде бізге бірнеше носки керек болады, қолғап, шалбарлар, кофтасы, жаңағыдай пеленкалары, және де одеял. Біз прививка салуға барған кезде бала жаурап қалмас үшін алдым.
жалпы перзентхананың өзінде де береді, және өзіңіз алсаңыздар да болады. Сондай-ақ одеялдың астында бір сүлгі, қол сүрткенге. Содан соң өзіңізге екі дана бюстгальтер аласыздар. Емізгенге ыңғайлы болу керек. Мен жалпы осындай майка тәріздес топ бра деп аталады, сондайын алдым. Өте ыңғайлы, матасы жұмсақ, сондай түрінен алдым. Және 2-3 дана носки, сондай-ақ іш киім аласыздар. Ал енді келесі кезекте ол гигиеналық заттар. Бұл заттардың барлығын бір косметичкаға салып алсаңыздар болады. Осындай тіс пастасы мен тіс щеткасы, кішкентай дезодорант, мында Purellan деген омырау жарылған кезде жағатын крем. Өте эффектісі жақсы. Мен алдыңғы 3 балапанымда да осы кремді қолданғам. Жалпы егер қалып жатса, еріңіз жарылған жағдайда осы кремді жақсаңыздар да болады. Және де бұл балаға зияны жоқ. Құрамы таза крем болып саналады. Содан кейін жаңағыдай сәбиіміздің көтені қызарып кетпес үшін осындай крем-подгузник Санасан деген фирманыкін алдым. Мұнда жаңағы детский сабын, сұйық сабын өзім де қолданам, және балаға да қолданам. Содан соң осындай омырауға арналған прокладки на грудь деп аталады, сүт ағып кетпес үшін. Енді бұл жерде 30 данасы бар екен, бірақ ол көп болады. Перзентханаға шамамен 8-10 данасын салып аламын. Сонымен қатар бізге қажет зат ол тарақ. Мен осындай кішкентай түрін алдым. Және де шашқа тағатын резинка. Сондай-ақ міндетті түрде ыдысты алып алыңыздар. Ол бізде осындай бір кесе, бокал, қасық пен вилка. Және де телефондарыңыздың зарядкасын ұмытпаңыздар, міндетті түрде керек болады. Ал мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бөпенің киімдері. 3-4 осындай комплект алдым. Алдарында жаңағыдай түймесі бар, ыңғайлы. Және сонымен қатар осындай кокон алдым. Баланы былай қатты құндақтамау үшін. Және осындай бутылканы сіздер ертерек бірге сумкаңызға салып барсаңыздар да болады, немесе роддомда қажет болып жатса, сол кезде алдырсаңыздар да болады. Дәл солай сосканы да бірінші күннен үйретем десеңіздер, өзіңізбен бірге алып алған жөн. Ал мына жерде бізде баланың выпискаға кигізетін киімі, осындай комбинезон трансформер, қазір қыс мезгілі болғандықтан. Осы киімдерді және де өзіңіздің выпискаға киетін киімдеріңізді, косметиканы барлығын бір пакетке салып, алдын ала дайындап қоюға кеңес беремін. Сізді шығарып алатын күні жолдасыңыз сол пакетті алып келеді. Осымен перзентханаға қажет заттардың барлығын тізіп айтып шықтым. Сәби күтіп жүрген қыз-келіншектерге жұғысты болсын, ал жүкті келіншектер аман есен сәбилеріңізді қолдарыңызға алуға тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видеолар болады.